Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, жеңіл, әрі ерекше көженің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге шәвел, картоп, тауық еті, сәбіз және пияз, сондай-ақ 2 жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен тауығымызды тазалап, жуып, қажет емес жерлерін алып тастаймыз. Құйыршығын міндетті түрде алуды ұмытпаңыз, және мен әрдайым тауықтың терісін алып тастаймын. Онда өте көп микробтар, тауықтың терісінің қалдықтары, жүнінің және де қажет емес заттары бар. Үй жағдайында жасалатын түрлі рецепттерді көргіңіз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыз. Ең алдымен тауық етін суық суға салып, тұзын дәміне қарай қосып, бұқтырып, пісіріп аламыз. Ол пісіп жатқан уақытта қалған заттарды турап, әзірлеп қоямын. Пиязды видеодағдай етіп ұсақтап тураймын, ал сәбізді теркадан өткіздім. Картопты 4-3-те етіп турап аламыз. Тым ұсақ, не тым кесек етіп емес, орташа көлемде етіп тураймыз. Шәвел жапырақтарын жуып, тазалап, артық жерлерін алып тастап, видеодағдай етіп турап аламыз. Біздің арнамыздан сондай-ақ банка жабу, тіске басарлар, түрлі тәтті бәліштер, торттар және басқа да видеоларды көре аласыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отыруды ұмытпаңыз. Енді 2 жұмыртқаны жарып, осылай кесеге араластырып қоямыз. Өсімдік майына бағанағы әзірлеген пиязды және сәбізді қуырып аламыз. Екеуі бірге біраз сарғайғанша қуырып, отын өшіріп қоямыз. Қайнап жатқан сорпамыздың көбігін алып, үстіне осылай туралған картопымызды қосып, 10-15 минут қайнатып аламыз. Көженің картобы жұмсарып пісті. Үстіне бағана қуырған пияз бен сәбізді саламыз. Сорпадан етін алып, осылай ұсақтап турап алдым. Абайлаңыз, еті ыстық болады, біраз салқындатып барып турасаңыз да болады. Туралған етті қайтадан көжемізге қосамыз. Барлығы дайын болып піскен соң, ең соңында шәвел жапырақтарын қосамыз. Араластырып тұрамыз. Жапырақтардың түсі бірден өзгереді. Енді үстіне бағанағы әзірлеген жұмыртқамызды асықпай, тамшылатып, құйып және араластырып тұрамыз. Көжеміздің дәмін ерекше ететін осы соңғы шәвел жапырақтары мен жұмыртқамыз. Өте тоқ, жеңіл, әрі сондай дәмді көженің бірі. Шәвел жапырақтарының өзіндік қышқыл ерекше дәмі бар. Көжеміз қайтадан бір бұрқ еткен соң отын өшіріп, ішсеңіз болады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер, ас болсын.